Mağen söz tыңдасаң иқтерден Жанелік ойға күшін жиып келген. Алдыменен алайық амандасып сіздердей тойға келген сүйіктермен. Аман ба ағаларым қылшық емес киелі сөзге басын иіп келген. Аман ба апаларым осы тойға 1 айлық пенсиясын киіп келген. Аман ба жеңгелерім той болады деп әдемі көйлектерін киіп келген. Аман ба ағаларым жеңгелердің алмадай беттерінен сүйіп келген. Бар болсаңдар ағайын бір шулап қой, бізде бір жігіт едік иық келген. Жаратқаным қошеме тұрғандардың мәртебесін көрсетсін. Жүрмелер айғырмыз жүрмесін, аузырамын қызыл гүлім Сұлулық біресінен табылғандай, жанарыңнан жап-жарық күн шағылғандай, нұрлы бейін көргендің бір күннен боп, күміс гүлдің бұлақ боп ағылғандай, әдемісің құлағы әдемісің, сұлулықтың ғажайып әдемісің, қарай берген терен-ау қарай берген, білемісің құлағы білемісің, әппәғатқа құш қалар сені ойлайды, Bilenmege bozulana koydu Bilenmege bozulana oynaydı Жалпы бұл жұрттың әрқашанда бағасы бар, ішінде дарасы бар, сарасы бар. Жиені тойын жасап жатқан кезде осылай тойға келер шамасы бар. Ендеше мен қошеметпен сөз берейін. Нардай боп келіпті ғой, нағашылар деп, Ұлжандай қыздарыңыздың бір топ нағашылар отыр осы жерде. Арнаумен білдірем деп отырған айтыскер ақын Дәурен Ысқақұлдарыңыз шақырайын. Сондықтан сізге бүгін ән саламыз, құдаларды сізбенен қарсы аламыз. Қызы бардың назы бар демейді ме, құдалар құдағиға қол соғамыз. Иринадай апаға мың рахмет, дәл бүгін сізді мақтап жар саламыз. Тал жыбықтай өсіріп қызыңызды тәрбие бердіңіз ғой қаншама жүз. Сондықтан сізге айтатын ақ тілегім, қуанышымды сіз боп біз боп қарсы аламыз. Жаратқаным 100 жасауды нәсіп етіп, шөберенің қызығынан шаршамаңыз ай. Ал енді құдағиға айтар тілек, төріне құдалықтың ене бергін. Келері жылы шілдехана бесік той боп, арнайы бізге шақыру бере бергін. Қызығына тоймастан немерені, қолынан майжалаңыз шөберені. Үшінші бір немерем әлем білген, Олабай бабасындай хәкім болсын. Төртінші немереңіз Шақановтай, шындықты айтқан бізде батыл болсын. Бесінші немереңіз біз сияқты, сіз сияқты құдаларға арнап айтқан, Алашқа атайгілі ақын болсын. Бұл қазақ той жасайды бай болғасын, қорасында жылқы мен қой болғасын. Бірақ та біреулер соны көре алмай жүр, санасы Европаға сай болғасын. Тоймен қазақ егіз ұғым дейді емес пе, мұны бірақ бөлетін қой болмасын. Той болмасын деп жүрген адамдардың өздерінің үйінде той болмасын деп бір қошемет.